Бұл қалтаны тігу үшін қараңыз, линейкамен бір парақ қағазға міне бірінші 1 сантиметр сызып алайық, қараңыз. 1 сантиметр. Қағаздың шетінен мына ара қашықтық менде 1 сантиметр. 1. Енді жоғарғы жағынан тағы да 1 сантиметр қалдырдым. Мына 1 сантиметр жоғарғы жақтан. 1 сантиметрден кейін 14 сантиметр қалдырдым. Сонда қараңыз, мына ара қашықтық менде 14 сантиметр. 14-тен кейін тағы да 1 сантиметр қалдырдым. Сонда ұзындығы жалпы 16 сантиметр болып тұр. Енді қараңыз. Мына мен белгіленген 14 сантиметрден, мысалы менің қолымның, мына алақанымның кіретін жалпақтығы болып есептелініп отыр. Егерде сіз болашақта сіздің қолыңыз менікінен жалпақтығы аздау болса, мүмкін сізде 13 болар, мүмкін 15 болар. Көріңіз, міне, мысалы менде 14 екен. Міне қолым кірді. Қараңыз, міне қағаздың басынан мен былай белгілеп алдым. Мына жоғарыда тұрған 1 сантиметрден жәймендеп түстім, белгілеген орындарыма. Міне соңғы 1-ге келдім. Қайыншымен бұл қалтаны қиып аласыз. Міне менің қалтам тұр қиылған. Міне, енді екі түрлі түсті мен дайындадым, өйткені сізге ыңғайлы болу үшін. Қараңыз. Сіз оны екі түрлі матадан қиып алыңыз. Бұл үйрену үшін. Бұны бірнеше рет қайталап тіккен дұрыс. Сол кезде сіз есіңізде сақтайсыз. Екеуін қиып алдым. Екі қалтаны. Әрине, бұдан бір қалта шығады. Әр матаға теріс жағын белгілеп жазып қойдым. Теріс изнанка деп орысша. Және қараңыз. Беті лицо деп оны белгілеп алдым. Қалтаны пішкен кезде, мына қалтаны кіре берсін, мына кіре берісті, матаның ұзынына пішкен дұрыс болады. Енді мынау флизелин. Бұның тағы дублерин түрі бар. Сіз болашақта көріңіз, магазинде қандайын сатады екен, да, сіздерде. Дублерин, флизелин магазиндерде сатады. Мен жұқа түрін алдым. Қалтам қатты қалың болып кетпес үшін да. Міне қараңыз. Міне кірейленеді. Теріс жағына кірейлеймін. Бет жағы де әдемі болып тұру керек. Бет жағы, сырт жағын. Біз дублерин, флизелин кірейлемейміз. Бұны қазір өтектеп жіберемін. Енді бұл қалтаны қараңыз. Мысалға, бұл қалта көптеген жерлерге пайдалануға болады. Мысалға, сіз тіктіңіз жакет. Мына жерге тігіс түсті. Қалта осы жерде де болуы мүмкін, ішіне кіріп тұрған. Я болмаса, бұл қалта мына адамның мына боктан кіруі мүмкін. Сондықтан да бұл қалта именно тігіске түсетін қалта. Енді мына екі түрлі мата бізде сол тігіске түсетін жер болып есептелінсін. Қараңыз, мен екі түрлі түстен жасадым оны.
мысалға мына қызыл түс алды болсын, ал ақ түсі арты болсын. Сіз оны мен сияқты жазып қойыңыз. Мына мен жазып қойдым. Алды, перед, арты, спинка. Белгілеп қойдым, бұл менде теріс жағы. Ал мына тігістің түскен жерін мен уақытша әшейін бок деп жазып қойдым, бірақ ол бок болмауы да мүмкін. Көрдіңіз ғой? Ол фасонда ол бокқа да түсуі мүмкін. Бұл қалта адамның алдында, мысалы, алдына да салып қояды бұл қалтаны. Бұны ішкі қалтаға да тігуге болады, астардың ішіне. Енді қараңыз. Мына матаның шетінен мен тағы да 1-1 сантиметр қалдырдым. Әрі осы жерлерге мен дублерин немесе флизелинді кірелеп шығамын. Бұл мен матама береді. Мені матама береді болашақта жыртылып кетпеуге, ауыр заттар салғанда, я болмаса қолымның ауырлығымен тігістерді ұстап тұру үшін мен бұны қазір бутикке кірелеп шығайын. Енді міне дублериндер кіреленді. 1-1 сантиметр матаның шетінен сіз белгілеңіз. 1 сантиметр белгіледім. бір сантиметр. Міне менің 2 қалтам. Бұл 2 қалтаға да 1-1 сантиметрді белгілеп шығамыз. Вход в карман дейді бұны. Карманға, қалтаға кіретін, қалтаның кіретін жері, қолымыздың кіретін жері. Міне 1-1 сантиметрден біз қалдырамыз дедік тігіске. Міне 1 үстіңгі жағына қараймыз. Міне астын қараңыз. Қалта өтіктегеннен кейін байқадыңыз ба? Мына мата менде отырып жатыр, потому что бұл лен. Ал мынау отырмайтын мата, мынау отыратын мата. Міне. Енді сіз қараңыз, мен не істейін деп тұрмын. Міне. Сары мата ол артына кетсін, да? Артына. Көк матам кетеді қызылға, алдына. Мінекей. Осылай мен сияқты қойып алыңыздар. Мен қалай қойдым, сіз де осылай қойыңыз. Бұл қалтаны үйрену үшін осындай кішкентай маталарға үйреніп алуға болады бірінші. Бірнеше рет тігіп көріңіз, үйреніңіз, қолыңызды жаттықтырыңыз. Және бұны түсіну керек. Міне. Енді машинаға тігемін. Тігемін. Орысша закрепка дейді. Я болмаса жіпті машинамен тігем. Артқа қарай жүремін. Сосын тіке жүрем. Мына жерге келдім де, қайтадан артқа жүрем. Ол не үшін керек? Мына жер сөгіліп кетпес үшін. Өйткені болашақта сіз қолыңызды қалтаңызға саласыз. Бұл сол үшін керек. Мына лапка, орысша лапка дейді на машина. Жіп лапканың астында тұрған дұрыс. Сіз соны қараңыз. Шығып кетпесін, е?
Міне шықты. Видеоны жақындатайын. Көріне ме екен? Міне осылай. Міне мен закрепка бердім. Үйрену үшін сіз осындай, сіздің айтқаныңызды тыңдайтын, осындай простой маталардан тіккен дұрыс. Созылатын, сізді тыңдамайтын, жаңағы стрейч маталар керек емес әзірге. Үйрену үшін осындай маталарға үйреніңіз бірінші. Жіптерді алып тастау керек. Артық мынандай сізге болашақта бұлардың бәрі кедергі жасайды. Міне, мен тігіп қойдым. Алды тігілді. Енді қараңыз. Алдын тіккенде, сіз көрдіңіз ғой, мен мына жерде закрепка жасадым мына бұрышқа. Міне, мен белгілеп қояйын. Осы сызықпен қазір мен бұны қиямын. Және мына закрепкадан бері қарай қиып жүрем. Сіз оны дұрыстап қараңыз, асықпаңыз. Міне. Мына қидым. Мына жағынан көрсетейін. Екі жағын тек қана алдын қиямыз. Артын қиып қоймаңыздар. Міне. Бұл тек қана алды. Енді сыртқы жағынан, мына қараңыз, сырт жағынан лапкадағы, мына жіптерді лапканың астына жіберемде. Енді қараңыз. Мен мына қидым ғой. Уақытша сіздерге көрсетіп шығарып қояйын ба қиғанымды. Қазір осы көктің үстінен мен тігіс саламын. Тігіс салғанда қараңызшы, мына бүкіл алдыңғы мата және көк қалтаның іші мен бәрін ұстап тұрмын. Міне. Машинамен тігіс саламын. Мұқият қараңыз. Қызыл жаққа салмаймын, көк жаққа салам. И көктің астында мына бүкіл матаның шетінің бәрі сол жаққа қарай жібердім. Закрепка бердім. Және 0,1-0,2 миллиметр қылып тігем. Жақындатып көрсетейін. Міне. Мына қараңыз. Мынау қиылған. Оны мен тікпеймін. Мына қиылғанды. Мен тігем астындағыны. Міне. Бұл не үшін керек? Бұл беті ғой матаның. Матаның бетіне көк қалтаның матасы шықпау үшін осылай біз тігіс салу керекпіз. Артық жіптерді алып тастаймын. Міне. Енді қарай қал. Тігіс салынды. Артын қарайық. Дайын болғанда қараңыз. Қалтаның ішінде, мына тігіс ішінде қалады. Осы тігістің арқасында
көк мата сыртына шықпайды. Ол өзін өзі ұстап тұрады ар жағында. Бұл алды. Енді артына кірісеміз. Арты үшін де міне қойып аламын. Қайтарып тігеміз қазір. Алға жүрдім, артқа жүрдім. Сіз болашақта булавканы шаншып қоюға болады, сол кезде матаңыз жылжып кетпейді. Немесе көктеп алыңыз. Кімге қалай ыңғайлы. Артына ешқандай надрез ештеме жасамайын. Бұл мінекей арты. Енді арты мен алдын бір-бірімен сәйкестіріп қоям. Қараңыз. Сәйкестіріп қойдым. Және біздің мына алдыңғы қалтадағы мына қиып қойғанымыз бізге қазір көмектеседі. Қараңыз. Мұқият қараңыз. Алды артымен сәйкестірілді. Алдыңғы қиылғанды қараңыз. Артқа қарай қойдым. Көмекші булавкаларды осы кезде қыстырып қоюға болады. Мына булавка. Мына қалта созылып кетпесін. Өйткені кейбір маталар қатты созылады. Сондықтан да осындай созылмайтын маталарға үйреніп алған дұрыс. Қараңыз, мына жерге келгенде жаңағы бізде алды қиылды ғой. Қараңыз. Қиылған алдындағы бұрышты артқа қарай былай қойдым. Мына. Түсіндік қой? Енді қазір біз тігіс саламыз. Тігіс мен бормен көрсетейін. Қараңыз. Жақындатайын видеоны. Тігіс менде түсейін деп тұр. Мына қиылған тұр ғой, осылай тұр. Міне қараңыз. Тігіс менде міне осы жерден басталады. Тігіс. Мына жерден өтемін. Міне тіктім. Тігіп тігемін. Айналдыра қалтаны тігем. Мына жерге келе жатқанда мына бұрышты қараңыз қайттағыда. Мына қиылған бұрыш. Осы қиылған бұрыш арқылы бері қарай өтіп кетем. Мен қолым көрсетпей қойды. Міне машинамен тігіп келе жатырмын. Мына бұрышқа келдім. И шығып кетем бері қарай. Енді тігіп көрсетейін. Жіп лапкамның астында тұр. Міне қайрылған көгім. Мүмкін сіздер де осындай көк сары мата тауып алыңыздар. Бірінші үйрену үшін. Қайтардым. Булавканы алып тастап отырам. Мата созылып кетпеу керек.
екі жақтан екі жібін алып тастаймын. Енді қараңыз. Тіктім. Қалтам енді дайын болып келе жатыр. Енді қараңыз. Енді бізде мына екі орын бос тұр. Осыны тігіп жіберейік. Қараңызшы, жаңа мен мына көктің мына бұрышын қайырдым ғой. Енді қызылдың бұрышын қараңыз. Сол қай жерде қиылды, сол жерге орнына қойдым. Я мына жағынан көрсетейін, қараңыз. Мына қызылды қайтадан қиылған бұрышты орнына қойдым. Мына жақтан да мына қиылған бұрышты орнына қойдым. Мына көкпен бірге бірдей қараймын. Бәрі орнына тұра қалды. Осы моментте мына қиындыға оверлок салып алуға болады. Я болмаса косой бейка, ол үшін арнайы менде тақырып болады. Қазіргі сабақта мақсат қалтаны үйрену. Енді ал егерде бұл пальтоның қалтасы болса, онда оверлок керек емес. Көлектікі болса, жазғы көлектікі болса, онда оверлок салған дұрыс. Мына бәрін орнына қойдым. Мына қиылған баста, ең алдында қиылған, мына орнына тұрды. Бәрі орнында. Енді тігемін. Мына жерде үлкендеу көрсетейін сізге. Тіккен кезде, көрдіңіз ғой, мынаған дейін тігемін. Артық жіптерді алып тастаймыз. Дәл осылай астын тігемін. Енді қараңыз. Егерде бұл сізде жазғы көйлек, я болмаса ішіне астар салынбаса, мына қиындыға сіз оверлок, я болмаса косой бейкамен өңдеуге болады, обработать можно. Енді қараңыз. Алды деп тұр. Есіңізде ғой? Мына мен қалтам шықты. Қолымды қалтама саламын. Менде осындай аккуратный қалта шықты. Мынау ішкі жағы. Болашақта сізде фризелин, дублерин осы матамен түсімен бірдей болу керек. Не болмаса, сіз оны мен сияқты қалың қылмай 1 сантиметр жұқақты кірелеуге болады. Мені қараңыз енді. Алды, арты. Сұрақтар болса маған жазыңыз. Бұны қазір әдемілеп өтектеп жібереміз. Ең баста мінекей біздің тігісіміз 01, 02, сары арты, ақ арты. Міне біздің қалтамыз.